Ақ ниетті өтіріктің өзі сабалтын. Сені өтірік айт деп отырған жайымыз емес. Дегенмен кей-кейде өтірік шыннан гөрі сүйкімді естіледі. Кей кезде ақ ниетті өтіріктер айтатын жайымыз болады. Бұл кеудедегі ізгілік пен достықтан туындайды. Айрықша бір жағдайларда ізгі ниетті өтіріктің өзі төтенше тамаша нәрсе. Американдық Хорт мырза турашыл адам еді. Адамдар арасындағы күлгірлікке жанымен қас болатын. Осы үшін ол 50 жылдық өмір сапарында үлкен бодаулар береді. Ақыры бір шындықты аңғарғандай да болды. Ол өзімен жүрек жарды сөз айтысар, бірде-бір адам қалмағанын қасіретпен сезінді. Тіпті әйелі мен қызы да одан безінді. Хорт өзінің ойларын күнделігіне жазып, өзі оқып, өзі тыңдап жұбаныш етті. Ол былай деп еді: мен адам мен адам арасында 100% адалдық болмайтынына бүгін әзер көзім жетті. Кей-кейде орнымен айтылған өтірікпен лайықты жасанды бейне достық пен махаббатты күшейтеді екен. Хорттың кешімелері адамзаттың талай заман есін даң қылған істің бір суыртпағы. Біз адамдар арасына шынайылық керек деп жатамыз. Бірақ шынайылық кейде ауыз мұныңды қан қылатын да көріп жүрміз. Біз өз көңіліміздегі қиялдан жасап алған кіршіксіз пәктікті қорғау үшін және де саяси жақтағы тиымнан қашықтау үшін бұл құбылысты түсіндіруге шарасыз келе жатқамыз. Хорт мырза саясидың адамы емес, қиялдайтын жас тіпті емес. Сондықтан да ол адамзаттың көптен бері аузы барып айталмаған бір шындығын айтып салды. Көп кездері адамдардың қатынасқа шынайылық керек емес дейді ол. Менің бір досым Тодырханада меңгеруші шипагер болатын. Бір күні кеште бірге тамақтанып отыр едік. Оның телефоны шыр ете қалды. Сөйтсе, кезекші шипагер жаңа ғана бір салмақты науқастың жеткізілгенін хабарлаған екен. Досым жалма-жан қолындағы сақпысын тастай сала Тодырханада жүгірді. Мен де еріп отырдым. Келген соң жаралыны көріп, менің иманым қасым болды. Жаралының тізеден төменгі жағында сау тамтық жоқ. Қып-қызыл қанға боялып жатыр. Қан қақсағанға жаның түршік еді. Оның кресіл шығасылы ғана есі бар. Жанары тоқтап, жан үзуге жақын тұр. Мен оның қалың көріп, емдеуден өнім аз деп топшыладым. Іштей құтқарам дегендерді қалай екен деп тұрмын. Ойламаған жерден менің әлгі шипагер досым оны жаққа тартып жіберді де, қайрат қыл, жан артын көріп жаралы болыпты дегендей, бұл не тайыры? Мен қазірақ емдеп жазамын, шыдас бер, деп айғайлады. Шипагер оны дереу операцияға төсегіне жатқызды. 1,5 сағат айналасында досым операция үйінен шықты. Мен оған: жаралыны алғаш көргенде саған оның жарақаты расында сонша жеңіл көрінді ме деп сұрадым. Қайдан? Басыма келген алғашқы ой біткен екен. Өмірінен үміт аз, қан көп кеткен. Оның үстіне белі де үзіліпті деп ойладым деді. Онда сен өтірік айтқан болмадың ба? Солай, шипагерлікте өтірік айту жарамайды, бірақ кейде өйтпейде амалың жоқ. Жаныңды осы қинайды. Іле-шала ол тағы орынды өтірік атақты шипагердің бір сипаты. Бағанағындай жағдайда мен шынымды айтып, ой, әттегісі-ай, мұндай ауыр жарамен жазылуға үміт жоқ деген болсам, оның үстінде өлім кетуі де ғажап емес. Қайталап айтсам, мұның өзі науқастың көңілі үшін. Сондықтан шипагерлер кей кезде науқасты құтқару үшін өтірік айтып қояды деді.
Келесі күні мен телефон шалып, одан науқастың жайын сұрадым. Бақытқа жарай, жаралы адам бір ажалдан қалыпты. Қағида бойынша шипагерлік өтірік айтуы келісіп тұрмаса да, ерекше қағидаларда өтіріктің пайдасы тиетінде кез болады. Өтірік адамдар ара қарым-қатынаста кем болса болмайтын нәрсе. Кейбіреулер өмір бойы өтірік айту дегенді білмеймін деп жатады. Осы сөздің өнімі қаншалық шын екенін Құдай біледі. Туыс-туғандарымыздың ауырып қатты жатқанын естігенде, дос-жарандарымыздың бақытсыз тағдырға тап болғанын білгенде, біз шындыққа жанаспайтын өтіріктер айтатынымыз бар ғой. Осы мағынадан алғанда дүниеде өтірік айтпайтын адам жоқ. Бір қауым өтіріктер форма жақтан адамарлық адам. Шынайы қарым-қатынаспен бірдейлік танытпайтын мәні жақтан алғанда адамның психикалық күйі мен қоғамдық ерекшелігіне сәйкес келеді. Адамның бәрі де бекернелеуді қаламайды. Адамның бәрі де өз жорамалында жаманат хабардың өтірік болуын тілейді. Адамның бір қыдыру орынды тілектерінің тірсегінде қиылмас үшін осылайша өтірік күшейіп деп алады. Өтірікті келістіріп айту шынды айтудан да қиынырақ. Әуелі біз өтірік туралы сыңар жақтылық және айыптау тұрғысындағы көз қарасымыздан арылуымыз керек. Сонда ғана өтірікті келістіріп айтатын боламыз. Өтірік айтуда 3 ереже бар. Бірінші, шын өтірік. Ол үшін айтуға шарасыз кезде айтылатын өтірік. Амалсыз қалған шақта бүлдір-салдыр сөздермен шындықты бейнелеуімізге болады. Құрбы қызың жаңа көйлек алып киіп, сенен жарасты ма деп сұрағанда, сенің көзіңе ұнамсыз-ақ көрініп тұрса да, оның күңгірттеу тілмен болады деген орынды. Болады деген қандай ұғым, онша жақсы емес деген сөз бе? Болмаса әйтеуір көрім деген сөз бе? Міне, бұл өтірік көтермеден, жағасынудан басқаша. Екінші, көкейге қонымды, көңілге жұғымды өтірік. Бұл өтіріктің өмір сүруінің маңыздығы алғышарты. Бір талай өтіріктер шындыққа үйлеспейді, бірақ ол көңілге жақсы, жылы тиеді. Онда біздің ақ ниетіміз, мейіріміміз бен тамаша қасиетіміз тұнып жатыр. Мынандай бір істер үнемі болып тұрады. Әйелі жазылмас науқасқа душар болып, о дүниелік болғалы тұр. Күйеуі қабағат қайғы шегініп жүр дейік. Оның әйеліне ауыр жағдайын айтуы керек пе? Бірсыпыра мамандар, шындықты әйелге айтпау керек. Оған қасіретті бейнесін де көрсетпеу керек. Әйтпесе, ол да ауырлап кетеді. Қайта оның соңғы күндерін мүмкіндігінше көңілді өткізуіне көмектесу керек деп қарайды. Күйеуі басына төнгелі тұрған айырылысудың азабына төзіп, өз жүрегінің шындығына үйлеспейтін көңілді жұбатулар жасап жүргенде, оның өтірігінде шексіз ұстамдылық, алтын сабыр болады. Үшінші, сөзсіз айтылатын өтірік. Бұл айтпаса болмайтын бір талай өтіріктер болатынын көрсетеді. Мұндай қажеттілік кейде әдеп, сый құрмет үшін тұрады. Айталық, бірер жиын тойға барардан бұрын бір көңілсіз іске тап болсаңыз, сөз жоқ қасіретпен қапаңды бүркей тұрып, күлкі ойнаған жүзіңмен көңілді ортаға араласуыңыз керек. Мұндай бүркемелеу сый құрметтің қажеті үшін. Айтсе оны неге сөгейік? Кейде өтіріктің ыңғайсыз жайдан құтылу үшін де айтуға тура келеді. Айталық, ақш кезінде бір жобасына пікір сұраған. Қатысты адамдар Росстан, сен жаңа заң жобасын құптайсың ба деп сұрағанда, ол, достарымның арасында кейбіреуі оны құптайды, кейбіреуі теріс дейді деп жауап береді. Біз өтірікті жоғарыдағы 3 ереже бойынша айтатын болсақ, онда төтенше керемет нәтижелерге жетер едік.
көңілімізде шындық болып, өтірікті тек қарым-қатынастағы тактика ғана ете білсек, онда біздің өтірігіміз теңдессіз сұлу күш болар еді. Өтірік ізгілікті шығар түйін ететін, қарым-қатынастан қажетті тактика. Ол сұрқия, мәнді өтіріктен, сұм мақсаттары үшін қолдан жасалған өтіріктерден мәнді жақтан мүлде басқаша болып парықталады. Қадірменді тыңдармандар, құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.